Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге жаңа жылдық дастарханның сәні болатын қоян салатын дайындаймыз. Өте дәмді болып шығады, әрі ерекше көрінеді. Ниеттерді жасап көруге кеңес берем. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ең алдымен картопты осылай 4 пішті етіп турап аламыз. Сәбізді де осылай көбіктеп турап ыдысымызға саламыз. Соленый огурцты де осылай турап шығамыз. Бұл салатқа өз қалаларыңыз бойынша жұмыртқа да қоссаңыздар болады. Енді колбасаны осылай видеодағыдай турап қосамыз. Колбаса қосқыларыңыз келмесе, орнына ет қоссаңыздар да болады. Салатымызды әсемдегі осындай сырды бөлек теркіден өткізіп аламыз. Енді салатымыздың үстіне жігері және шым-шым тұз бен майонез қосып араластырамыз. Салатымызды қоян формасына келтіру үшін ыдысымызға салып, видеодағыдай орналастырып шығамыз. Енді теркіден өткізілген сырымызды осылай салатымызға жабыстырып шығамыз. Осылай өз идеяларыңыз бойынша қоянның түрін жасап шығамыз. Мен көзі мен мұрнын осылай мейізден, ал құлағын колбасаны кесіп жасадым. Және шететіне осылай укроп петрушканы шөп ретінде сәндеп қойсаңыздар болады. Осымен қоян салаты дайын болды. Жаңа жылда жасап көрсеңіздер, дастарханның сәні болары анық. Және дәмі де өте керемет болып шықты. Ниеттерде жасап көріңіздер. Видеомды лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.